Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өріктің тосабын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен өрігімізді жақсылап тазалап жуып, ортасындағы дәнінен ажыратып, екіге бөліп, қанша килограмм өрік болса, сонша килограмм құмшекер саламыз, яғни песок. Және 4-5 сағатқа қалдырып, видеода көргендеріңіздей, еруіне, өзінің сөлінде тұрып еруіне жеткіземіз. Құмшекер еріген кезде силиконды лопаткамен жақсылап араластырып, бір бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Одан кейін оны алып суытамыз. Және ортада толық суығаннан кейін белгілі бір уақыт өткенде, ол 3-4 сағат болуы мүмкін. Сол кезде алып қайтып қайнатамыз. Екінші қайнатқан кезімізде бетіндегі көбіктерін аламыз. Және ұзақ қайнатып жүрмеңіздер, өйткені қарайып кетеді және езіліп кетеді өрік. Жақсылап салқындатып 3-ші рет қайнатамыз. 3-ші рет қайнататын кезде мен шым-шым лимон қышқылын қосып жібердім. Мына видеода аппақ болып тұрған солар түйіршік болып. 3-ші қайнап атқан кезімізде біз банкілерімізді булап аламыз, видеода көрсетілгендей. Осы кезде алғашқы уақытта бір 10 минут қайнатсаңыздар жетеді. Бірінші және екінші қайнатқанда, ал 3-ші қайнатқанда 10-15 минут, 20 минуттай көбігін алып, жақсылап бір қайнатып аламыз да. Астын сөндіріп өшіреміз және бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Себебі бетіндегі көбіктерін алмасаңыз, өріктің тосабы қышқыл болып кетеді және атылып кетуіне де бір әсерін тигізеді. Осылай барлық көбіктерін жинап алып тастаймыз. Одан кейін ыдысымыздың астын өшіріп, банкімізге құямыз. Осы жерде ескеретін зат, банкіге құйғаннан кейін, банкіге құясыздар ғой тосапты. Сол кезде банкінің сырты шіреш болады, яғни жабысады өзінің кілегейі. Ол кезде бірден бір мұздай шүберекпен сүртіп, дымқыл шүберекпен сүртіп жүрмеңіздер. Себебі банкі ыстық тұрып, буда тұрып, ол атылып кетеді. Сондықтан тряпкаңызды, яғни майлығыңызды ыстық суға малып алып, сонымен аккуратно сүртіп барып, бетіндегі қаппағын жабасыз. Бетіндегі жабатын крышкасында міндетті түрде банкіні булаған кезде ыдыстың ішіне салып, бір қайнатып алыңыз. Стерилизовать етіп алыңыз, яғни. Мына жерде видеода мен көбіктерін алып тастағым, міндетті түрде сіздер де алып тастаңыздар. Алдымен осылай жақсылап қаппағымызды бұрап, аузы жақсы жабылды ма, соны тексеріп аламыз. Одан кейін жаңаға қалай сүртуді айттым ғой, соны ескеріп, міндетті түрде дәл солай сүртіңіздер. Мына жерде уже тазалап, сүртіп, мен жылы орап қояйын деп жатырмын. Сіздерге қалай орау керек екенін көрсетіп жатырмын. Біздің банкілерімізді төңкеріп, осындай одеялға, жылы жамылғыға жақсылап орап қоямыз, бір-біріне тимейтіндей етіп. Яғни бұл бір түн тұрып, толықтай суысын өзі осы тұрғанымен. Келесі күннен бастап салқын жерге барып қоя берсеңіздер болады. Мына жерде бір күн толық тұрған көрінісі. Мына жерде сіздерге тосапты көрсетіп жатырмын. Видеода көргендеріңізде өте әдемі, мөлдір, өріктері ешқандай езілмеген, дара-дара болып, әдем болып шыққан тұстар ма. Ішіне 1 грамм да су қосқан жоқпын. Өзінің сөліне мед сияқты болып, өте тамаша болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, жасасаңыздар астына комментарий жазып, және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Аяжан. Ас болсын.